Саламатсыздар ма достар, мен сіздерге қазір Инхомс кооперативтен қалай үй алуға болатынын қысқада нұсқа түсіндіріп өтем, және де Инхомс кооператив арқылы үй алған тиімді ме, немесе ипотека арқылы үй алған тиімді ме. Көп адамдар қазіргі таңда ипотека сенімді деп көптеген пайызға барып ұрынып жатыр. Сол үшін де мен сіздерге қазір екеуінің ара жігін есептеп шығарып беремін. Бірінші ипотекадан бастайық. Мысалы, көп адамдар кооперативке қарағанда ипотека сенімді деп ипотека арқылы үй алуға әрекет жасайды. Мысалы, сіз ипотека арқылы үй алғыңыз келетін болса, міндетті түрде 7, 20, 25 деген бағдарламамен аласыз. Есептеуге оңай болсын. Мысалы, сіз 10 миллион теңгенің үйін алайын деп жатсыз деп айтайық. Сіздерге түсінікті болу үшін. Мысалы, қараңыз, 7 дегеніміз не? 7 дегеніміз бұл жыл сайын қосылатын годовой процент. Банкте бұны вознаграждение деп атайды, бірақ ол қарапайым халыққа пайда емес, банктың өзіне пайда. Мысалы, 10 миллионның 7%, ол получается 700 мың теңге ақша жыл сайын годовой процент қосылып отырады. 20 дегеніміз не? Первоначальный взнос, 20 дегеніміз. Первоначальный взнос 20% құю керек. То есть первоначальный взнос 10 миллионның 20% ол 2 миллион теңге. Егер сіздің 2 миллион теңгеңіз жоқ болса, ипотека сізге счет ашып береді, сіз 3 ай бойы накопить етіп жинайсыз. Одан кейін сізге бірден үй бере қоймайды. 3 ай бойы накопить етіп жинағаннан кейін сіз міндетті түрде не істейсіз? Конкурсқа қатысасыз. Конкурстың өзінің шарты бар. То есть пенсионыңыз дұрыс болу керек, зарплатаңыз дұрыс болу керек, несие тарихыңыз дұрыс болу керек. Сізде барлығы күшті болды ма, сіздің орныңызға, сіз төлей алмай қалған жағдайда сіздің орныңызға төлейтін бір гарант сұрайды. Қазіргі таңда гарант туған бауырыңызда болғысы келмейді. Өйткені 25 жылға гарант болған адамға еш уақытта кредитқа, то есть ипотекаға үйде, машинада берілмейді. Сол үшін де гарант көбі болғысы келе бермейді. Ал 25 дегеніміз не? 25 жыл бойы сіз сол алған үйіңізді енді бөліп төлейсіз деген сөз. Енді қараңыз, жыл сайын қосылатын 700 мың теңгені 25 жылға көбейтетін болсаңыз, сіз 25 жылдың ішінде 10 миллионның үйінің үстіне қанша процент қосылатын білесіз бе? 17 миллион 500 мың теңге пайыз қосылады екен. Қарапайым халық енді осы процентке не үшін қарсы шықпайды? Мысалы, сіз 10 миллионның үйін 25 жылдың ішінде 27 миллион 500 мың теңге қылып төлейсіз деген сөз. Енді сіз осы үйіңізді алғаннан кейін ай сайын енді сіз ипотекаңызды жауыңыз керек қой. 25 жылдың ішінде 300 ай бар. Осы 27 миллион 500 мың теңгені 300 айға бөлетін болсаңыз, сіз айына 91 мың 666 теңгеден төлейді екенсіз. Сіз осы кезде қуанып кетесіз, о, нормально екен ғой деп. Өйткені сіз қазір Алматыда однокомнатный квартираны 100 мыңға, 120 мыңға, даже 150 мыңға жалдап тұрып жатсыз. Сол үшін де бұл сізге өзі тиімді болады. Сол үшін де көп адамдар мына 17 миллион 500 мың теңге үстіне пайыз қосылса да, олар соған қарсы шықпайды. Ал негізінде сіздің үйіңіздің бағасы 10 миллион болатын. Оценщик сіздің үйіңіздің бағасын 10 миллионға бағалаған. Егер сіз осы 10 миллион теңгені керісінше 300 айға бөлетін болсаңыз, 25 жылға 300 айға бөлетін болсаңыз, сіз айына негізі 33 мың 333 теңгеден төлеуіңіз керек еді ай сайын. То есть қарапайым халықтың страхын пайдаланып үстіне 17 миллион 500 қосып жатыр. Демек сіз ай сайын сол банкирге ай сайын үстіне 50 мың теңгеден қосып беріп жатсыз. То есть банкир сіздің страхыңызды пайдаланып 25 жыл бойы сізден ай сайын үстіне 50 мың теңгеден пайда көріп жатыр деген сөз. Бұл ипотеканың программасы. Енді қараңыздар. Егер сіз біздің кооператив арқылы, Инхомс кооператив арқылы келіп үй алатын болсаңыз, мысалы, 10 миллионның үйін алайын деп жатсыз деп айтайық, есептеуге оңай болсын. Міндетті түрде бізде де тура ипотека секілді біздікінде де программа бар. Бірақ бізде годовой 0%. Бізде процент қосуға, то есть қарапайым халықтың ақшасына процент қосуға хақымыз жоқ. Екіншіден, первоначальный взнос 20% бар. Ипотекада да бар, бізде де бар. Бірақ біз 25 жылға емес, 10 жылға просрочкаға бөліп төлейсіз. Енді қараңыз, сіз ипотека арқылы емес, Инхомс кооператив арқылы алатын болсаңыз, біріншіден 17 миллион 500 мың теңге передоплата төлемейсіз. Екіншіден 15 жылыңызды эконом жасайсыз. Енді мен соны сіздерге есептеп берейін.
сіздерге түсінікті болу үшін. Инхомс кооператив арқылы үй алуыңыз үшін өзі шақ қана шарт бар. Бірінші шарты не? Бірінші шарты сіз вступительный взнос кіріс жарнасы 375 мың теңге сіз бір-ақ рет төлейсіз. Демек, ай сайын төлемейсіз, немесе жыл сайын төлемейсіз. Ал қазіргі таңда баспана үшін 375 мың теңге ақша емес. Басқа зат үшін ақша, әрине, кредитіңізді жабу үшін, балаңыздың садигінің ақшасын төлеуіңіз үшін, коммуналкаңызды төлеуіңіз үшін әрине ақша. Бірақ өзіңіздің жеке баспанаңыз үшін ол ақша емес. Қазіргі таңда жастар 600 мыңның, 500 мыңның айфонында сатып алып жатыр, даже кредитқа алып жатыр да, ай сайын сол 50 мың, 70 мыңнан төлеп. Бұл жерде сіз өзіңіздің жеке баспанаңызды алып жатсыз. Өзіңіздің жеке баспанаңызды алып жатсыз. То есть сіз телефонның ішіне семьяңызды кіріп бақытты қылдыра алмайсыз ғой. Ал бұл жақта сіз өзіңіздің жеке баспанаңызды алып семьяңызбен бақытты қылдыра аласыз. То есть Инхомс кооператив арқылы үй алудың 3 шарты бар. Бірінші шарты вступительный взносыңызды бір-ақ рет төлейсіз. Екінші шарты первоначальный взнос 20%. То есть 2 миллион теңгеңізді құясыз. Егер осы 2 миллион теңге бірден құятын ақшаңыз жоқ болса, бізде де тура ипотека секілді жинақтауға мүмкіндік бар. Сіз қанша уақытта, мысалы 24 айда жинайсыз ба, әлде 36 айда жинайсыз ба, жинап болғаннан кейін бірден конкурсқа қатыспай сізге сол үйіңізді алып береді. Плюсы сода. Үшінші шарты не? Первоначальный взносыңызды құйғаннан бастап, сіз ай сайын паевый взносыңызды, то есть үлестік жарнаңызды, паевый взносыңызды, немесе погашым займыңызды ай сайын 70 мың теңгеден паевый взносыңызды құйып отырасыз. Және де кооперативтің қызметіне жұмыс алатын членский взносыңыз бар, 5 мың теңге, соны қоса төлейсіз. Мына жер сіздерге түсінікті ғой. Енді бұл жерде мен сіздерге талқылап өтейін. Енді қараңыз. Инхомс кооператив арқылы үйдің кезегіне тұратын болсаңыз, сіз 375 мың теңгені бір-ақ рет төлейсіз. Біздегі плюс осы. Ал сіз ипотека арқылы алатын болсаңыз, сіз жыл сайын 700 мың теңге төлейсіз. Бір-ақ рет емес, жыл сайын 700 мың теңге төлейсіз. Первоначальный взнос 20% ипотекада да бар, бізде де бар. Бірақ сіз бұл жақта первоначальный взнос 2 миллион теңгені жинақтап болғаннан кейін де сіз конкурсқа қатысасыз. Пенсионыңыз дұрыс болу керек, несие тарихыңыз дұрыс болу керек, пропискаңыз дұрыс болу керек, және бір гарант болу керек. Ал бұл жақта сіз первоначальный взносыңыз жоқ болып жинақтаған жағдайдың өзінде сіз конкурссыз күту мерзімі бар. Первоначальный взнос 20% қоятын болсаңыз 24-36 ай аралығында. 36 ай аралығында конкурссыз сіз уже үйдің кезегіне, то есть үйіңізге кіресіз. Ай сайын паевый взносыңызды нақтылап жинақтап отырасыз. То есть біз сіздің несие тарихыңызға, пропискаңызға, зарплатаңызға қарамаймыз. Бұл жер түсінікті ғой, да? То есть Инхомс кооператив арқылы үй алудың 3 программасы бар. Инхомс кооператив арқылы. Енді қараңыз. Вступительный взнос 375 мың теңге төлегеннен кейін, үйдің кезегіне тұрғаннан кейін, первоначальный взнос 20% құятын болсаңыз, алатын үйіңіздің 20% құятын болсаңыз, сіз баспанаңызды 24 пен 36 ай аралығында аласыз. Ал егер первоначальный взнос 35% құятын болсаңыз, 12 ай мен 24 ай аралығында аласыз. Бұл нақты күту мерзім. Осы уақыт аралығында сіз уже үйіңізге кіресіз. Егер сіз первоначальный взнос 50% құятын болсаңыз, онда 6 ай мен 12 ай аралығында аласыз. Бұл Инхомс кооперативтің программасы. Ал егер без первоначальный взнос үйдің кезегіне тіркелуге болады, бірақ ол жерде накопительный. То есть ол жерде живой очередь, нақты уақыт берілмейді. Ол жерде тек қана живой очередьпен тіркелесіз. Мына жерде түсінікті ғой сіздерге. Ипотека мен Инхомстың кооперативтің айырмашылығын сіздерге нақты түсіндірдім деп ойлаймын. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, немесе 35%, 50%-пен кірген жағдайда қай уақытта, қанша уақытқа дейін төлейтініңізді сіздер есептей аласыздар. То есть бұл жерде менің айтайын деген, сіз алған үйіңізді 25 жыл бойы төлейсіз ипотека арқылы алатын болсаңыз. То есть сіз жасыңызға 40-та болса, 65 жасқа дейін сіз ипотекаңызды төлеумен боласыз. Бірақ сіздің ипотека арқылы алған кезде тоже 10 миллионның үйін алған болатынсыз. Ал бұл жақта да сіз кооператив арқылы 10 миллион үйін алдыңыз, бірақ сіз 10 жылда төлеп тастадыңыз в рассрочке. То есть сіз 15 жылыңызды эконом жасадыңыз. Осы нәрсені сіздер түсінулеріңіз керек. Тағы да нақты сұрақтарыңыз болса, осы видеороликтің астында менің WhatsApp номерім болады, телефон номерім болады. Хабарласып, тағы да нақты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сау саламатта болыңыздар.